20 ғасырда қалыптасқан жаңа әдіс, жаңа бағыттың бірі ол бізде структуралдық әдіс, структуралдық бағыт. Бұл бағыт салыстырмалы тарихи тіл білімінің жас бұтағы грамматистер мектебінде қарсы бағытта қалыптасқан болатын. Ең алдымен бұның тарихына шолу жасап өтсек, біздегі 20 ғасыр жаңа бағыттың, жаңа ғылымның даму бағытының нышаны болды. 19 ғасырда алдымен тәжірибе жасап алғаннан кейін барып, теориясын жасаса, 20 ғасырда керісінше алынған зерттеу объектісін қарастырып, оның құрылымын зерттеу объектісін толықтай қарастырған болатын. Ал оның ішкі себептеріне назар аударатын болса, осы салыстырмалы тарихи тіл білімінде сөздердің керісінше олардың әр сөзді бөлек қарастырып, тек ата тектерін бірге қарастырса, бізден грамматикадағы норматив, яғни грамматикамыз қалып кетті. Осы сұраққа жауап беретін бізде структуралдық әдіс пайда болды. Структуралдық әдіс ол бірте пайда болған жоқ. Ол бізде Бодойнде, Куртениннің, Фернандо Сассюрдің, Гомельдің еңбектерінде алғашқы баспадағы салынған болатын. Бізде осы структуралдық әдістің 3 мектебі бар. Ол біріншіден Прага, Чехословакияда, Дания, Копенгагенде, дескриптивтік мектеп, ол бізде Америкада орналасқан. Ең алдымен осы 3 мектептің қарастыратын ортақ 5 проблемасы бар. Ең біріншісі, структуралдық мектеп біздегі бүкіл бір тіл білімнің, тіл жүйесінің, тілдік элементтерді құрылымын қарастырады. Яғни осы атауға байланысты, осы зерттеу объектісіне байланысты бұл структуралдық мектеп деп аталады. Екіншісі, жас грамматистер дифференциациялық принципке сүйене отыра әр сөзді бөлек қарастыратын болса, бізде осы әдіс интеграциялық әдіске сүйене отыра сөздерді толықтай структурасына, құрылымына қарап анықтайды. Үшіншісі, структуралдық әдісте Фернандо Сассюрдің тіл таңбалар жүйесі деген әдіске сүйенеді. Төртіншісі, осы үш әдістің барлығы да осы тіл білімінің негізгі міндеті тек қана бір, яғни біз тіл білімін зерттеп, бұны құрылымын ғана қараймыз деп айтады. Бесіншісі, біздегі Прага, Чехословакиядағы мектептен басқалары синхрондық, диахрондық мектептердің, зерттеулердің үлесі зор, яғни әсіресе синхрондық зерттеу тілдің ішкі механизмдерін шешуде маңызды рөл атқарады деген шешімді ұсынады. Әрине, бірақ бұл аталған проблемадан басқа да үш мектептен әртүрлі шешетін өзіндік мәселелері мен ойлары бар. Социолингвизм бұл қоғам мен тіл арасындағы өзара байланысты зерттейтін ғылым. Яғни әртүрлі әлеуметтік жағдайларға байланысты неге жасына, неге жынысына, біліміне, ортасына байланысты тілдердің өзгеруін қамтиды. Бұл жердегі негізгі қамтылатын сұрақтар, бұл әлеуметтік жағдайда неге тілдер әртүрлі болады, диалект, говорлар қалай пайда болады және тілдік өзгерістер әлеуметтік жағдайға байланысты. Жалпы социолингвистиканың негізгі түрлері ол қолданбалы, теориялық, дескриптивті, макро, микро, этно, эко, гео және психо-социолингвистикалық түрлері бар. Қолданбалы социолингвистика бұл аты айтып тұрғанда қоғамдағы тілдердің әлеуметтік жағдайларын қолданылуын зерттейді, ал теориялық лингвистика тілдік кодқа нақты анықтама береді. Дескриптивті социолингвизм бұл әлеуметтік ортада жалпы жағдайда қолданылып келе жатқан диалект, говорларды қолдану аясын қалай пайда болғанын зерттейді. Макро социолингвистика бұл этнос, халықаралық тілдерді, микро бұл кішкентай ғана қарым-қатынас, отбасы, достар арасындағы лингвистиканы, одан кейін психосоциолингвистика бұл тіл және ой арасындағы қарым-қатынасты, экосоциолингвистика бұл тілдің өзгергіштігі және геосоциолингвистика бұл тілдердің әлеуметтік ортаның географиялық аймақтарына байланысты өзгеруін қамтамасыз етеді. Социализм ғалым Далхаймстың айтуы бойынша сөйлеу қабілеті бұл грамматиканы ғана білу қажет емес, оны әлеуметтік ортада қолдану. Яғни адам қашан, қай жерде дұрыс сөйлеу керегін білу бұл сөйлеудің құзыреттілігі. Неолингвизмде жас грамматизм бағытына қарсы 20 ғасырдың бас кезінде қалыптасқан лингвистикалық мектеп. Бұл атау гректің жаңа деген мағынаны білдіретін неос деген сөзімен лингвистика деген сөздің бірігуінен туған. Бұл мектеп Италияда қалыптасты. Оның негізін салушылар Матео Бартоли, Бонфон, Бартони, Бизани сынды ғалымдар. Неолингвистер жас грамматистерді сынаған, өз принциптерін баяндаған көптеген еңбектер жазды. Сондай еңбектердің бірі 1925 жылы Бартони мен Бартоли жазған неолингвистиканың қосымша очерк атты кітабы. Онда лингвистикалық жаңа мектептің әдістері мен принциптері қысқаша баяндалады. Бұдан кейін Бонфон өзінің неолингвистиканың ұстаған жолы
атты еңбегінде неолингвизмнің жас грамматизм бағытына қандай өзгешелігі барлығын 51 пунктке бөліп тәпіштеп баяндап берді. Эстетизм өкілдері сияқты бұл мектеп өкілдері де өздерін идеалистерміз деп жариялайды. Неолингвизм бір-біріне үйлесе қоймайтын әртүрлі көзқарастағы ғалымдардың, мысалы Гумбольдттың, Шухарттың, Фослердің кейбір мәселеде Паульдің принциптеріне сүйенеді. Сондықтан бұл мектеп кейде эклектикалық неолингвизм деп те аталады. Неолингвизм өкілдері Гумбольдт пен Фослер сияқты тілді рухани әрекет, көркем туынды, эстетикалық көрсеткіштердің жиынтығы дейді. Шухарт сияқты бұлар да тілдер тоғысуына ерекше мән береді. Пауль сияқты бұлар да индивидуумның сөйлеу әрекетін зерттеуге ерекше көңіл бөледі. Эстетистердің ізімен неолингвисттер де жас грамматиктерді позитивистер, фактіге табынушылар деп айыптайды. Олардың бір ғана фонетикалық заң әдісіне сүйеніп, тіл білімнің объектісін тарылқандарын сынай келіп, өздерінің тілдің барлық мәселелермен де шұғылданатын нағыз лингвисттерміз деп жариялайды. Екіншіден, бұлар жас грамматистер концепциялардың негізі саналатын бұлжымайтын фонетикалық заң доктринасын ғылыми деп санамайды. Өмірде шашау шықпайтын, бұлжымайтын заң деген жоқ. Тілдегі әрбір сөзде, әрбір формада, әрбір дыбыста өзіндік ерекшелік, жалпы заңнан ауытқушылық бола береді. Ол өмір заңы дейді. Тіл біліміндегі натуралистік бағыт 19 ғасырдың бірінші жартысында салыстырмалы тарихи тіл білімінің негізінде пайда болып, тілді сөйлеу қызметін жаратылыстану принциптері мен әдістері арқылы таратқан болатын. Жалпы осы бағытты зерттейтін өкілдер бұл бағытты материалдық құбылыс деп есептейді. Себебі ол таңбалар мен дыбыс арқылы көрінеді, есту және көру мүшелері арқылы қабылданады. Сонымен қатар сөйлеушінің әсеріне тыс жан-жануарлар мен өсімдіктер арқылы, олардың табиғи эволюциясы арқылы жеке өзара дамиды деп есептеген. Сондықтан бұлар осы тіл білімін олар философиядан бөлек жаратылыстану ғылымы ретінде енгізді. Жалпы осы бағытты зерттейтін негізін салған Аugust Schleicher өзінің тілдік организмде жалпы заңдамасын жасағанда Гегельдің объективтік идеалистік материалын, сонымен қатар Дарвиннің эволюциялық теориясына сенген болатын. Бұдан бөлек осы бағытты зерттеуші Мап, Мюллер, сонымен қатар Овелак осы бағытты өте кеңінен зерттеді. Жалпы осы бағыттың негізгі идеясы тіл форма ұғымдар ретінде, түсініктер ретінде дыбысталғанда және жеке сипат алғанда ғана белгілі бір ұғым болып пайдаланды. Және бұның ара жігін суффикстер арқылы көрсек болады. Жалпы осы натуралистік бағыт тіл дамуының жалпы заңдарымен бірге физиологиялық, психофизиологиялық сияқты заңнамалар құрды. Осы заңнамаларды кезінде жас грамматистер, сонымен қатар басқа да мектептер қолданды. Сөздер мен заттар мектебі. 20 ғасырдың басында пайда болған бұл бағыт ең алдымен Европада, соның ішінде Германия мен Францияда кеңірек өріс алып, 20 ғасырдың басында дамыған болатын. Бұл сөздер мен заттар мектебінің негізгі идеясы тілді тек қана лингвистикалық құрылым ретінде ғана емес, оны қолданатын заттар, мәдени құрылымдар және де материалдық құндылықтар аясында тілді жан-жақты, бірізді зерттеу болып табылады екен. Сөздер мен заттар мектебінің негізгі басты өкілдеріне келетін болсақ, бұл ең алдымен австрия тіл білімі ғалымы Шухарт және де Истав Гибсон, сонымен қатар Герман Пауль және де Брюгман мектебінің кейбір 20 ғасырдың басындағы лингвистерін атай аламыз. Жалпы сөздер мен заттар мектебі деп отырған кезде біздің басымызға ең алдымен затқа ат қою теориясы деген келеді. Қытай тіл білімінен шыққан. Яғни затқа ат қою деп отырғанымыз ғалымдардың айтуы бойынша ең алдымен зат пайда болады және оған тиісінше біз атауды аламыз. Яғни бір атқа байланысты біз оған затты кез келген жерден таңдап ала алмаймыз. Яғни осы бізде затқа ат қою теориясы деп қарастырылады екен. Оны біздің ғалымдардан Демокрит зерттеген болатын. Яғни оның да ойынша ең бірінші зат пайда болады, оған тиісінше атау пайда болады деп зерттеп қарастырған екен. Жалпы 20 ғасырдың басында сөздер мен заттар мектебі, эстетизм мектебі, социализм мектептерінің барлығы 19 ғасырдың аяғындағы жас грамматистер бағытына қарсы бағытта ашылған мектептер екен еске сала кетейік. 20 ғасырдың бас кезінде бас Еуропада жас грамматизм бағытына қарсы бағытта пайда болған лингвистикалық мектептің тағы бір түрі эстетизм немесе эстетикалық лингвистика. Оны қалыптастырушы неміс ғалымы, роман тілінің маманы әрі әдебиетші Мюнхен университетінің профессоры Карл Фоссер. Эстетизм мектебінің негізгі